Қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздермен 4-ші сыныптың қазақ тілінен 90-дық жиынтық бағалауын жасайтын боламын. Ең бірінші, мінекей тыңдалым тапсырмасы, бірінші тапсырма. Бұнда мәтінді тыңдап, тапсырмаларды орындауымыз керек. Мәтінді қазір мен оқып сіздерге. Жануарларды қорғау үшін қорықтар құру керек. Қорықтарда құстар мен жануарлардың, өсімдіктердің көбеюіне жағдай жасалады. Қазақстанда Наурызым, Марқакөл, Қорғалжың, Алакөл қорықтары бар. Қорғалжың қорығы Ақмола облысында орналасқан. Қорықтың басты байлығы су құстары. Қорғалжың қорығы қызғылт қоқиқазды сақтау мақсатында құрылды. Көктем жаз айларында бұл қорықтағы көлдер құстарға толады. Сондықтан оны құс базары деп те атайды. Қорықта қоқиқаздан басқа бір қазан, шағала, үйрек, қоңыр қаз сияқты құстар, түлкі, қарсақ, суыр сияқты жануарлар мекендейді. Енді тапсырмамызды орындайық. Бірінші міне сұраққа жауап беруіміз керек. Қорғалжың қорығы қандай мақсатпен құрылды? Ол міне мәтінде көрсетіліп тұр. Енді сұраққа жауап беру оңай болу үшін мен оқушыларыма айтамын, үнемі етістігіне қараңдар, етістігінде сендерде жауабы тұрады, мәтіннің ішінен етістігін таба алсаңдар, жауабын бірден табасыңдар. Неге құрылды деп тұр, мақсатпен құрылды. Ол міне Қорғалжың қорығы қызғылт қоқиқазды сақтау мақсатында құрылды. Неге С жауабын белгілеп қойдым. Ал енді тауып көрейік. Етістікке назар аударамыз. Неге мәтін ішінде орналасқан деген етістік таптық, яғни Қорғалжың қорығы не сұрап тұр бізде? Қай жерде орналасқанын сұрап тұр екен. Ақмола облысында орналасқан. Осы жерге Ақмола облысы деп жазамыз. Ақмола облысында. Екіншісін көрейік. Қорғалжың қорығы құс базары деп атайды. Өйткені көктем жаз айларында бұл қорықтағы көлдер құстарға толады. Үшінші, бұл жерде мәтін бойынша бір сұрақ құрастырып жаз және жауап бер. Сұрақ құрастырып қойдым. Қорғалжың қорығы қайда орналасқан? Сұрақ құрастырып қойдым. Қорғалжың қорығы қайда орналасқан? Жауап: Ақмола облысында орналасқан. Оқушының бұл жерде сұрағы және жауабына мән береміз. Мәтінге қарап отырып, оқушы басқа да сұрақтар құрастыруына болады. Келесі айтылым тапсырмасы. Яғни берілген тақырыптардың біреуін таңда, тірек сөздер қолданып, жолымен диалог құр. Бұл жерде мінекей 3 тақырып беріледі. Осы 3 тақырыптың біреуін таңдай отырып, оқушы диалог құру керек жолымен. Бұл жерде диалог құрған кезде тірек сөздердің қолданылуы, мінекей тірек сөздердің сұрақ қояр кезде де осы тірек сөздердің қолданылуы, тақырыпты аша алуы, жұппен диалогты айтқан кезде мына жерде тыныс белгілеріне байланысты интонацияны дұрыс қойып айтылуы барлығы ескеріледі. Енді мен мінекей 3 тақырыпқа да диалог құрып қойдым. Біріншісі сирек жануарлар деген тақырып, тірек сөздер бұл жерде қорғау, сиреу себебі, аулау, бағалы, кері, мүйіз, жойылу. Сәлем, Айнұр. Сәлем, Әсел. Білесің бе, Айнұр, марал сирек кездесетін жануарлар қатарына жатады. Жоқ, білмеппін. Сиреу себебі неде екен? Оның себебі бағалы терісі мен мүйізінде. Сол себепті аулай ма? Иә. Әсел, оларды қалай қорғауға болады? Арнайы қорықтарға орналастырып, аулаушыларға тыйым салу керек. Мен де солай ойлаймын. Тіпті айыппұл салу керек. Екінші тақырып. Қазақстанның қызыл кітабы. Тірек сөздер, сирек кездесетін, жойылып бара жатқан әртүрлі парақтар, қорғауға алу, тыйым салу. Сәлем, досым. Сәлем.
Қараш, бұл Қазақстанның қызыл кітабы. Парақтарының түсі әртүрлі екен, е? Бірі сары, енді бірі қызыл. Иә, оның себебі де бар. Қызыл парағына жойылып бара жатқан жануарлар, ал сары парағына саны аз аң, құстар, өсімдіктер жазылады. Қызық екен. Сонда ендігі кезекте осы жануарларды қорғауға алу керек қой? Иә, оларды аулауға тыйым салып, жойылып бара жатқан түрлерін сақтап қалуымыз керек. Үшінші тақырып. Табиғатты қорғайық. Тірек сөздер: байлық, өмір сүру, мүмкін емес, пайдалану, ластау, жою, зиян келтіру. Айналаға қарайықшы, табиғат сондай керемет. Иә, бірақ кейде осы табиғатқа зиян келтіретіндер де бар. Зиян келтіретіндері. Солай ма? Дұрыс айтасың, айналаны, ауаны ластап, ластау деген сөз қолданамыз. Ауаны ластап, қоқыстарды тастап кетіп жатады. Кей жерлерде тіпті тыныс алу мүмкін емес. Бұл жерде мен мүмкін емес деген сөзді қолдандым. Табиғатты қорғау үшін не істеу керек? Табиғат біздің байлығымыз. Емес пе? Олай болса, оны қорғау өз қолымызда. Қоқыстарды кез келген жерде тастамай, арнайы жәшіктерге салуымыз керек. Өзенді, айналаны ластаудан сақтауымыз керек. Оларды өрттен қорғауымыз керек. Ағаш отырғызуымыз керек. Енді бұл жерде де оқушының жауабы міндетті түрде ескеріледі. Келесі. Оқылым. Үшінші тапсырма, мәтінді оқып тапсырмаларды орында. Бірінші мәтінді оқып шығамыз. Қыс мезгілі адамның мінезіне ұқсайды. Кейде қатты, кейде жұмсақ. Кейде қатты аяз, боран болса, кейде балаларды ашық күндерімен қуантады. Айдос бүгін ерте тұрды. Далада боран соғып тұр. Айдос жүгіріп терезеге келді. Терезе алдында өсіп тұрған жас алма ағашына қарады. Бұл алма ағашын жазда анасы екеуі отырғызған еді. Боран ағашты майыстырып, жан-жаққа жұлқып тұр. Айдос досын аяп кетті. Шыда, ағашым, боран басылады, күн ашылады. Мен саған келемін, саған күтім жасаймын. Сен үлкен болып өскен соң, маған алмаңды бересің, деді. Мәтіннің негізгі ойына сәйкес болатын жауапты анықта. Бұл жердегі жауап табиғатқа қамқорлық жасау. Енді қыстың мінезі әртүрлі болады деген жауапты келдік деп ойлауға болады, бірақ бұл міне бірінші абзацта ғана айтылған. Ал енді жалпы осы абзацтарды қосып, негізгі ойды, түйінді айтатын болсақ, ол әрине табиғатқа қамқорлық жасау болып есептеледі. Келесі. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Автор қыс мезгілін кімге, міне қараңыз, кімге деген сұраққа жауап береді, және неге ұқсатады. Осы екі сұраққа жауап беретін мәтін керек. Ол не? Адамға және оның мінезіне. Адам кімге, адамға, неге, мінезіне. Неліктен? Себебі кейде қатты, кейде жұмсақ болады. Мынаны да қосуға болады. Кейде аяз, боран болса, кейде балаларды ашық күндерімен қуантады дегенді де осы жерге қосып жазса болады. Неліктен? Не үшін сұрақтарын қолданып, мәтін бойынша бір сұрақ құрастырып жаз. Мен мына сұрақты бастап. Жас алма ағашы неліктен майысып тұр? Енді оқушының жауабында ескереміз. Мысалы, Айдос неліктен терезеге жүгіріп келді деген сұрақ болады. Бұдан басқа да оқушының жауабын ескереміз. Келесі жазылым. Төртінші тапсырма. Берілген жоспар бойынша оқылған мәтіннің мазмұнын жаз. Яғни бізде жоспар беріліп тұр. Қыс көрінісі, боранды күн, жас алма ағашы. Осыған сәйкес оқушы оқыған мәтін
Қыс келді, даланы аппақ қар басты. Қыста кейде күндер аязды болады, кейде ашық болады. Бүгін далада боран соқты. Айдос бүгін ерте тұрды. Айдос терезеден алма ағашын көрді. Алма ағашы желден майысып тұр екен. Бұл алма ағашын жазда анасы екеуі отырғызған еді. Айдос ағашқа: шыда, ағашым, боран басылады. Мен саған күтім жасаймын, деді. Осылайша қысқаша мазмұндап берсе болады. Мінекей бізде 390-ның 90-дық жиынтық бағалауы осындай. Сонымен, құрметті оқушылар, мұғалімдер, ақпарат ұнаған болса, онда каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Каналымда бұдан да басқа қызықты видеолар бар.